Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 90-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен біздің арнамызға подписация батырмасын басып жазылып алыңдар. Себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздерің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды тегін жасай аласыңдар балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін, зат есімнің жіктелуі. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаймын, мәтіннен жіктік жалғаулы зат есімдерді табамын, сөздерді сөз құрамына талдай аламын. 28-ші жаттығу мәтінді оқы дейді. Құстардың әңгімесі. Мен торғаймын, шиқ-шиқ. Адам тұрағына жақын келіп қоныстанғанымыз қандай жақсы болды. Бізге адамдар жем, су беріп қамқорлық жасайды. Мен қарғамын, қарқ-қарқ. Мынадай қалың қарда дән қайдан табылсын? Ағаш бүршігімен, кепкен жеміс жидекпен күн көре тұрамыз да. Мен сауысқанмын. Ей, қаз, сен жылы жаққа кетпеп пе едің? Қыс түскенде мұнда не қып жүрсің? Әй, сауысқан-ай, танымадың ба? Біз үй қаздарымыз ғой. Сен өзің неге жылы жаққа кетпедің? Деп сұрады қаз. Мен туған жерде қыстайтын отырықшы құспын ғой. Мен сияқты алақарға, тоқылдақ, торғай, суық торғайлар да өз туған жерлерінде қыстайды, деді сауысқан. Дүние тану кітабынан дейді. Енді балалар, осы мәтінге байланысты бізде тапсырмалар бар, сол тапсырмаларды орындайық. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұны сәйкес келе ме, қандай ат қояр едің? Мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді, және мәтіннен жіктік жалғаулы зат есімдерді теріп жазып, сөз құрамына талда дейді. Енді балалар, бірінші бізде мәтіннің тақырыбы мен мазмұны сәйкес келе ме, қандай ат қояр едің дейді. Енді балалар, бұл жерде біз мәтіннің тақырыбы мен мазмұны сәйкес келеді, себебі мәтінде құстардың әңгімелесуі жазылып тұр екен, ал мәтіннің атын біз құстар немесе отырықшы құстардың әңгімесі деп алсақ болады. Енді келесі бізде балалар, ол жерде мәтіннің негізгі ойы қандай деп тұр. Мәтіннің негізгі ойы өздерінің туған жерлерінде қыстайтын отырықшы құстар туралы екен, балалар. Енді келесі бізде балалар, жіктік жалғаулы зат есімдерді тап деп тұр. Бұл жерде жіктік жалғаулы зат есімдер торғаймын, қарғамын, сауысқанмын және құспын сөздері. Яғни торғаймын сөзінің түбірі торғай, оған мын жіктік жалғауының жалғауы жалғанып тұр екен. Одан кейін қарғамын түбірі қарға, оған мын деген жіктік жалғауы жалғанып тұр екен. Одан кейін сауысқанмын түбірі сауысқан, оған мын деген жіктік жалғауы жалғанып тұр. Құспын сөзінің түбірі құс, оған пын деген жіктік жалғауының бірінші жағының жалғауы жалғанып тұр екен балалар. Осылай балалар сызып көрсетіп қойсаңдар болады. Енді келесі бізде балалар 29-шы жаттығу, жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Шынтиып қос құлағы, түнде көрер қырағы. Тікірейіп айдары, егін жауын қырады. Тап қай құстың үлпілі, төрділілі тұрады дейді. Жұмбақтың шешуіндегі құс туралы білетініңді айт дейді. Енді балалар, бірінші осы жұмбақтың шешуін тауып алайық. Яғни балалар, бізде жұмбақтың шешуі бұл жерде үкі екен. Енді осы үкі туралы ақпарат айтуымыз керек біз. Үкі көптеген аңыздар мен ертегілердің кейіпкері. Бұл жыртқыш құстар әсіресе түнгілік уақытта тіршілік етеді. Әрбір тышқан 1 килограмм астық дәндерін жеп қоя алады. Осылайша шаруашылыққа үлкен зиян тиеді. Ал үкілер бірнеше айдың ішінде мыңдаған дала тышқандарының көзін жояды. Кеміргіштер мен жәндіктердің санын шектеумен қатар, үкілер әлсіз және ауру құстарды жояды. Ұшу кезіндегі жылдамдығы 80 км сағатына дейін жетеді дейді. Осындай балалар, біз ақпарат көздерінен осындай мәліметтер тауып жинадық балалар. Келесі бізде балалар 30-шы жаттығу. Тиісті жіктік жалғауын қойып, мәтінді көшіріп жаз дейді. Яғни балалар, бұл жерде мәтінде бізде жіктік жалғаулары түсіп қалған, сол жалғауларды орнына қойып, біз көшіріп мәтінді көшіріп жазуымыз керек біз. Яғни бұл жерде балалар былай болады екен. Мен ең ақылды тоты құспын. Бұл жерде пын деген жіктік жалғауының бірінші жағының жалғауы жалғанып тұр. Сендерге өзім жайлы айтып беремін. Жіктік жалғауының бірінші жағы, біз
350-ге жуық түрімізбен дүние жүзінде ең көп тараған құстардың біріміз. Бұл жерде балалар жіктік жалғауының көпше түріндегі жалғауы жалғанып тұр екен. Өмір жасымыз да ұзақ. Осылай балалар дәл осылай көшіріп жазып аламыз. Енді келесі бізде балалар шығармашылық үзіліс 31-ші жаттығу. Тотықұсқа мына сөйлемдерді жатқа айту үшін қанша апта қажет дейді. Кеш аға ет ұнамайды. Етпен басқа құстар қоректенеді. Мен жемісті, жаңғақты, неше түрлі дәндерді жеуді ұнатамын. Яғни балалар, бұл жерде бізде сөйлемде 15 сөз бар екен, яғни толық мәтінде 15 сөз бар екен. Ол балалар бір аптада 4 сөз, 2 аптада 5 сөз, 3 аптада 8 сөз, 4 аптада 9 сөз, 5 аптада 12 сөз айталады екен. Ал балалар, енді ары қарай осы бойынша есептейтін болсақ, ол 6 аптада 13 сөз айталады екен. Ал ол 7 аптада 16 сөз жаттай алады екен, яғни бұл жерде балалар 15 сөзден асып кетеді, яғни 7 аптаға жетпей, 7-ші аптаның ортасында бізде балалар ол толық осы мәтінді жатқа айта алады екен, балалар, яғни былайша айтқанда 7 апта деп айтсақ болады, 7 аптада кеші осы сөйлемдерді жатқа айта алады екен балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар математика, қазақ тілі сабақтарының есептерін, жаттығуларын бірге жасап, бірге талдайтын боламыз балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.